Бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара ол жылдағы өткізілетін іс-шара. Бұның мақсаты жазғы өрт қауіпті маусымда орман дала өрттерін алдын алу және оған дайындықты жетілдіру болып келеді. Негізгі өткізіп жатқан ол Түркістан Сырдария өңірлік табиғи паркінің мекемесі. Бұл жерде қазір осы облыстағы 12 орман шаруашылығы қатысып жұмылдырылуда. Өрт-тактикалық сабақтың негізгі айтып өткенде мақсаты бұл осы орман шаруашылығы мен мемлекеттік өртке қарсы қызметтің біріктіріліп жұмыс атқарылуы, өртті сөндіруі, өзара іс-қимылдарды бекіту. Осы орайда қазір 38 техника, 164 адам жұмылдырылып жатыр. Сонымен қатар осы Түркістан облысының қызметтері де, авариялық құтқару қызметтері де, медициналық қызметтері де жұмылдырылуда. Қазіргі өткізілейін деп жатқан 3 ошақ оты болады. Осы жерге бірінші кезекте жаңағы осы орман шаруашылығының шақыртуымен бірінші аумақтағы өрт сөндіреді, екінші аумақтағы өрт сөндіреді, үшінші аумақтағы өрттің өрістеуіне байланысты мемлекеттік өртке қарсы қызметті, орман шаруашылығының өртке қарсы қызметті көмекке шақырады. Осы жерде бізде жаңағы өзара қарым-қатынас осымен жұмылдыру болып келеді.